Ормандағы құпия сәуле. Дамир мен Мейіржан жаздың басында нағашыларына барады. Поезд терезесінен көрінген даланың жасыл желегі, қаз-қатар тұрған ағаштар, ауаның тазалығы, күннің жылы сәулесі жүректерін балғын қуанышқа бөлейді. Бірақ жүректерінде белгісіз қобалжу бар еді. Әкесі екеуіне бала кезіндегі жұмбақ оқиғасын айтып отырды, бірақ әңгімені толық аяқтамады, кейбір тұстарын көлеңкеде қалдырды. Түнде Дамир ұйықтай алмай терезеге үңілді. Қараңғы аспанда алыста бір жарық нүкте бар, адамға ұқсайтын сұлба пайда болды. Ол қозғалған жоқ, тек тұрып қалды. Пойыз алыстай бергенде сұлба көзден ғайып болды. Дамирдің жүрегі қорқыныш пен қызығушылық аралас сезімге толды. Ауылға келгенде нағашы ағасы Талғат оларды қуанып қарсы алды. Үй жылы, жайлы, бәрі тыныш көрінді. Бірақ түн түскен сайын аулада біртүрлі сыбырлар естіле бастады. Ағаштардың арасынан леп кейде қайтып келдім дегендей үндер естілді. Кешке жақын ауа кенет салқындайды. Дамир көзін қысып терезеден сыртқа қарады. Жарықтан жасалған сұлба тағы да көрінді, бұған дейінгіге қарағанда әлдеқайда анық. Ол бір орнында қатып тұрып, баяу жоғалды. Дамир түс көреді, орман ішінде біреу жүгіреді, даусы сыбырлайды, бірақ ол адам емес, энергиядан құралған тіршілік. Келесі күні Дамир қоймадан ескі дәптер тауып алады. Дәптерде жоғалып кеткен баланың аты, соңғы рет орман маңында көрінгені, Талғат аға мен баланың достығы, егер ол қайтып келсе, бәрі өзгереді деген жазу бар. Дамир дәптердегі суретті көріп шошиды. Сол бала пойызда көрген жарық нүктелі сұлбаға қатты ұқсайды. Беттегі көздер тірі сияқты, бірақ адамның емес, энергияның ішкі жарығынан құралғандай. Дамирде қорқыныш қана емес, бір түрлі қызығушылық та пайда болды. Кеңістіктің бұрмалануы. Мейіржан мен Дамир орманға кірді. Орман салқын, тыныш, кейде тыныштық ауыр, қорқыныш тудырғандай. Бір жол екіге бөлініп, артқа қарасаң жол жоғалғандай. Сағаттарына қарасаң, тек 5 минут өткен. Бірақ үйге қайтқанда бір жарым сағат өткен болды. Ағаштардың көлеңкесі табиғи емес бағытқа түседі. Дамир қысқа секундқа жоғалған баланы көрді. Ол тірі емес, бірақ адамға ұқсайды, денесі жарықтан құралған. Сол жерде тұрғандай, бірақ бір сәтте жоғалып кетеді. Талғат аға бар шындықты айтады. Бала кезінде ол досымен түнде орманға барған. Сол кезде орманның түбіндегі жарық саңлаудан басқа кеңістікке өтетін жарық есік пайда болған. Досы соған кіріп кетіп қайта оралмаған. Бірақ соңғы кезде Талғат аға сол баланың қайта оралғанын сезіп жүр екен. Дамир пойызда көрген сұлба, сол бала. Жоғалған бала енді адам емес, энергиядан құралған тіршілік. Оның мақсаты өзінің бұрынғы өміріне оралу, бірақ бұл әлемде толық өмір сүре алмайды. Дамир мен Мейіржан жарық есікті қайта жауып, тіршілікті өз әлеміне қайтаруға тырысады. Уақыт ауытқиды, айналадағы дыбыстар бұрмаланады, кеңістік дөңгелектеніп айналып кетеді. Ақыры есік жабылады, бірақ бала мүлде жоғалып кетпейді. Соңында Дамир терезеден алыста әлсіз, жарқыраған нүктені көреді. Оның қайта келуі мүмкін,